Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен ағылшын тілін үйрену және спикингтің маңыздылығымен оны қалай жасауды үйренетін боламыз. Яғни спикинг ағылшын тілінде сөйлеу, оны барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Енді біз ағылшынша сөйлеу деңгейіңізді қалай арттырып жүрсіз атты сауалнама қоя отырып, біз сізге өзіміздің ұсыныстарымызды көрсететін боламыз. Ең алдымен ағылшын тілін үйренген күннен бастап сөйлесіз. Яғни, мысалы бүгін мен деген сөзді үйрендіңіз. Болды, соны айта бересіз. Мен, I. Сіз оны грамматиканы үйреніп алайын, тыңдалымды жақсартып алайын деген соң сөйлеуді үйренемін деп емес, бүгін қандай сөз үйрендіңіз, соны айта беріңіз керек. Мысалы үшін, мен оқимын деген сөзді үйрендіңіз. I read. Болды. Айта беріңіз. 1000 қайталай айтыңыз. Бұл уже speaking. I read. I speak. I listen to. Айта беріңіз және айта беріңіз. Яғни, грамматиканы күтіп отырмайсыз, бітіріп алайын деп айта беріңіз. Грамматикасыз да айта беріңіз. Ойыңызға не келеді ағылшынша? Айта беріңіз. Бұл ең бірінші ереже ағылшын тілін сөйлеу деңгейіңізді дамытатын. Екінші, speak like a native English speaker дейді. Яғни бұл жерде native speaker сияқты сөйле деп тұр. Ал енді native speakerді біз қайдан табамыз? Мен сіздерге бір жолын көрсетейін. App Store немесе Play Market'тен Hello Talk атты приложение бар, қосымша бар. Сол қосымшаны өздеріңіз жүктеп аласыздар, сөйтесіздер де соған тіркелесіздер. Ол жерде не бар? Ол жерде чат бар. Ағылшындармен сөйлесетін чат. Ол жерде грамматикалық қателіктеріңізді туралап алуларыңызға болады. Тіркелген соң достар табасыздар. Әртүрлі мемлекеттерден, өте көп мемлекеттер бар ол жерде. Сонымен қатар мына жерде speak деп тұр ғой, яғни аудио жібере аласыз оларға. Және олар сізге аудио жібере алады. Сіз қандай да бір келісімменен сол жақтағы достарыңызбенен сөйлесесіз. Мен ағылшын тілін дамытқым келеді. Сен маған көмектесесің бе? Маған аудио жіберші, немесе мен саған аудионды жіберейін, сен маған тексеріп берші деген сияқты хат алмасыз. Мен бұл процестен өзім өткенмін. Маған септігін тигізді ағылшындармен сөйлесуге. Бұл жерде қателіктеріңізді туралап алуларыңызға болады. Аудармасы да бар. Сонымен қатар спикке сөйлеп жібере аласыз. Әртүрлі суреттер жібере аласыз ол жердегі достарыңызға. Сонымен қатар қай тілді үйренгіңіз келеді? Ағылшын тілін, кәріс тілін, жапон тілін, соған байланысты достарыңызды да таба аласыз. Сол тілді үйренетін адамдармен сөйлесіп, общение ұстайсыз. Келесі мен сіздерге айтатын құпиям немесе кеңесім, ол тоже Play Market немесе App Store'дан Google Translate қосымшасын жүктеп аласыздар да ашасыздар. Осындай нәрсе шығады. Английский, русский деп таңдайсыздар тілді. Соның ішінде общение деген батырманы басасыздар. Мен видео түрінде көрсеткім келген, бірақ ол болмады. Сонымен общение дегенді басасыздар. Сосын мынандай нәрсе шығады алдыңызда. Speak now дейді. Яғни қазір сөйле деп тұр. Сіздер осы жерде сөйлейсіздер. Hello, how are you? Осы жерде сіздердің дауыстарыңыз өздеріңізге келеді. Ол жерде Google Translate аударып береді де hello, привет, how are you, как ты деп аударып береді өздеріңізге. Сол жерде егер произношение дұрыс болмаса, ол қабылдамайды, немесе дұрыстап жібереді. Бұл сіздерге өте үлкен көмек болады деп үміттенемін. Келесі ол бізде
ағылшын тілінде сөйлейтін адамның сөздерін тыңдаңыз да қайталаңыз. Ол әлбетте алдыңғы сабақта айтып кеткенімдей ютубта немесе басқа да бір өлеңдерді жүктеп аласыз ағылшын тілінде. Сөйтесіз де сол тыңдайсыз, тоқтатып қоясыз да қайталап айтасыз. Тыңдайсыз, тоқтатып қоясыз да қайталап айтасыз. Бұл сіздің әр listening, әр speaking деңгейіңізді, дағдыңызды көбейтеді, деңгейіңізді көтереді. Міне осы сіздерге айтатын менің кеңесім. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Небәрі осы 3-4 ғана кеңес, бірақ өте пайдалы. Үнемі жасап жүрсеңіздер, сіздердің деңгейлеріңіз, әр тараптан деңгейлеріңіз артатынына мен сенемін. Hello Talk қосымшасын сілтемеге описанияға қалдырып кеттім. Google Translate қосымшасын да қалдырып кетемін. Сол сілтеме арқылы тікелей барып, сіздер өздеріңізді жүктеп аласыздар да, әрмен қарай жұмыс жасап кете бересіздер. Өте оңай. Достар, менің каналыма жазыла кетіңіздер. Қазақша контентті қолдайық. Сонымен қатар алдағы уақытта тағы да ағылшын тілін үйренуге арналған лайфхактармен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге дамыңыздар. Оқыған озады.